Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге классический чизкейктің рецептісін бөлісемін. Яғни аты Нью-Йорк деп аталады. Нью-Йорк идеальный болып шығады бұл чизкейк. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Дәмі де жасалу жолы да өте ерекше әрі өте оңай. Бізге қажетті печенье қажет болады, және де жаңғақ, ертілген сары май. Осындай жаңғақты майсыз табаға қуырып алсаңыздар болады. Жаңғақтың орнына арахис, кез келген өзіңізге ұнайтын жаңғақты қолдансаңыздар болады. Және де осындай печенье қажет болады. Мен пико деген печенье түрін қолдандым. Және де сары майды ертіп аласыздар. Жаңғақты осылай блендерге салып езіп алсаңыздар болады, немесе пакетке салып оқтаудың көмегімен ұнтақтап алатын боламыз. Печеньені осылай ұнтақтап алдым. Барлығын ұнтақтап аласыздар. Кімге қайсысы ыңғайлы, сонымен ұнтақтап алсаңыздар болады. Содан соң үстіне жаңғақты саламыз. Және де ертілген сары майды салып, барлығын толығымен араластырып шығатын боламыз. Яғни чизкейкке қамыр илеп, оны күтіп отырмайсыздар. Бар болғаны осы ингредиенттерді ұнтақтап, араластырып, бірден жасай бересіздер. Енді осын жақсылап араластырып болғаннан кейін, менде 22 диаметрлік форма, осы формаға барлығын саламыз да, чизкейктің формасын жасайтын боламыз. Мүмкіндігінше жақсылап басып, шет-шетіне бортик жасап, осылай тура видеодағыдай жақсылап әдемілеп жасап шығыңыздар. Осы рецептпен өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Мен осылай жақсылап басып шығамын, және де холодильникке біз ішіндегі салмасын дайындағанша бұларды сала тұратын боламыз. Холодильникке жібереміз, оған дейін салмасын дайындаймыз. Бізге салмасына осындай творожный сыр қажет болады. Мен коллех деген түрін қолданамын. Және де қант ұнтағы, яғни сахарный пудра. Егер қант болса, қантты да қосуға болады. Тез еру үшін мен сахарный пудра қолданамын. Және де бізге қаймақ қажет болады. 15-20% қаймақты қолдана берсеңіздер болады. Жай ғана венчикпен араластыруға да болады. Мен миксермен араластырып алдым. Және де үстінен сливки құямыз. Және де 2 дана жұмыртқа, 1 ас қасық кукурузный крахмал қажет болады. 1 ас қасық толтырып саламыз. Толық мөлшерін мен описанияға жазып қалдырып кеттім. Сол жақтан қарап, өлшеп жасаңыздар. Енді барлығын біркелкі болғанша жақсылап миксерлейміз. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Төменде подписаться батырмасын қоңырауды басып қойсаңыздар, менің видеоларым сіздерге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Міне осылай барлығын жақсылап миксерлеп алдық. Енді формамызға ішіне салмасын құйып аламыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке салуымыз қажет болады. 180 градуста жарты сағатқа дайындап пісіріп аласыздар. Одан кейін 150 минутқа қойып, тағы да 20 минут тұру керек. 150 минутта жалпы бізде 50 минутта пісіп шығады. Міне осындай керемет болып шығады. Және де пісіп шыққаннан кейін бірден формадан алмаңыздар. Мен видеоға түсіру үшін бірден алдым. Сіздер әбден суғаннан кейін холодильникке тағы да қойып қойыңыздар. 2-3 сағатқа, сондай формасын керемет ұстап әдемі болып шығады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша осылай әсемдесеңіздер болады. Шоколадпен, осындай құлпынаймен, мен осылай құлпынаймен жасап шықтым. Сіздерге көрсету үшін ыстық күйінде кестім. Сіздер барынша мұздатқышта ұзақтау сақтап, немесе түнде жасап, таңертең алсаңыздар болады. Ал сіздерге видео пайдалы болса, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.